Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай шиеден жасалатын компоттың рецептімен бөлісеміз. Компотымыз өте дәмді, әрі қышқылда болмайды, тым тәтті де болмайды, орташа көлемдікте болатын компоттар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен банкаларымызды жуып тазалап, осылай шәугімнің үстіне осылай булап аламыз. Қақпақтарын біраз қайнатып аламыз. Одан кейін суымызды осылай көп мөлшерде қайнатып дайындап аламыз. Ал енді жуып дайындап алған шиелерімізді осылайынан 200 граммның стаканның көмегімен 2 литрлік банкаларымызға толығымен салып шығамыз. Одан кейін оның үстіне басқа құрғақ стаканмен қанттарымызды салып шығамыз. Егер сіздерде кесе болып жатса, бір кесе шиеден салып, оның үстіне тағы да бір кесе қант салсаңыздар болады. Енді келесі кезекте дәл қайнатып алған суларымызды үстіне толтырып құйып шығамыз. Достар, егер сіздерге видео ұнап жатса, астыға комментарийға сіздер шиеден компотты қалай жабасыздар, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Енді крышкамызды банкының үстіне қойып, одан кейін закрывашкаларымызбен банкаларымызды жауып дайындап аламыз. Енді орамалдың көмегімен осылайынан банкаларымызды арлы-берлі айналдырамыз. Ортасындағы қанттарымыз еру керек. Осы күйінде қалдыратын болсаңыздар, түбінде қант қатып қалуы мүмкін. Сондықтан осылайынан банкаларымызды міндетті түрде осылай айландырамыз. Міне біздің банкаларымыз дайын болды. Жауып болған банкаларымызды осылай төмен қаратып қойып қоямыз. Одеялдың немесе көрпешенің үстіне осылай жауып қоямыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Мен ендігі осы рецептпен 3-4 жылдың көмінде жауып келемін. Қыстың кезінде өте дәмді, керемет болып шығады. Каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойды ұмытпаңыздар.